Ең оңай жасалатын осындай үй жағдайында керемет печенье жасаймыз. Ауызда еритін дәмді болып шығады. Балалардың да үлкендердің де көңілінен бірдей шығатын дәмді печеньені жасаймыз. Ең бастысы бізде үйдегі құраммен жасаймыз. Осылай бізде мол болып шығады. Және де бір жасағаннан шыға беретін болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай дәмді печеньелерді бірге жасаймыз. Осы рецептпен сіздермен бөлісемін. Осылай үгіліп тұратын болады. Ешқандай зиянды қоспаларсыз үй жағдайында дәмді печенье жасаймыз. Бізге бір дана жұмыртқа қажет. Бір дана жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз және де қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымның көптеген оңай, пайдалы рецепттерді таба аласыздар. Және де видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Және де осылай ерітілген сары майымызды қосамыз. Тағы да араластырып аламыз. Бізде бұл жерде қантымыз еру қажет, осылай араластырамыз. Ал енді сүтімізді, жарты стақан сүтімізді қосамыз. Араластырамыз біркелкі етіп. Өте оңай рецепттердің бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында керемет печенье жасаймыз. Ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Осылай бір бөлігін қосып алдық. Ал енді шай қасықпен қамыр қопсытқышын қосамыз. Кішкене араластырып жібереміз. Алғашында осылай венчикпен араластырып аламыз. Түйіршіктерін қалдырмай араластырамыз. Келесі тағы да кішкене ұнымызды қосамыз. Ал енді қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Ұнымызды қосып отырып, осылай қамыр илеп аламыз. Неке осылай жұмсақтықта бізде шықты. Ал енді кішкене ғана тындырып, осылай пергамент қағазына қолымызбенен печеньенің пішінін жасаймыз. Кішкене бөлігін алып, осылай құрт жасағандай етіп қолымызбен дөңгелетеміз. Алақанымызбен бір басып алып, осылай саусақтың ұштарымен басып, печеньенің формаларын жасаймыз. Кез келген пішінде жасай берсеңіздер болады жалпы. Осылай барлығын жасап алдым. Пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Неке барлығын дайындап алдық. Ал енді қызып тұрған пешімізге жібереміз. Бізде осылай пісіп шықты алғашқылары. Ал енді екінші бөлігін пісіреміз. Суығаннан соң үстіне қант ұнтағымен ұсынамыз. Баршаңызға ас болсын.